Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз алма, алмұрт, жеміс ағаш жайлы болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер достар. Енді көпшілік сұрап жатыр, алма, алмұрт, жеміс ағаштарымыз гүлдегеннен кейін гүлдерін, жемістерін түсіре береді, жапырақтар сарғайып кетіп жатыр. Әртүрлі тыңайтқыштар беріп жатырмыз, гумат, кальций, барлық витаминдерді беріп жатырмыз. Сонда да жемістерін түсіре береді деген сұрақтар көп болып жатыр. Енді көпшілігіңіз білетін шығарсыңыздар, алма, алмұрт, жеміс ағашы негізінен темір элементін көбірек талап етеді. Яғни бұл екі жеміс ағашта темір элементін жақсы көреді. Енді мен өзімнің бақшамда темір элементінің тапшылығын болдырмау мақсатында өз білгендерімді жасағанмын. Енді соны сіздерге көрсетіп жіберейін. Негізінен алма, алмұрт, жеміс ағашын отырғызғанда көшет кезінде бастап отырған кездері көң анау-мынаумен араластырып астына темірдің қалдықтарын да салып жіберуіміз керек. Шеге, әртүрлі темірдің қалдықтарын астына салып жіберуіміз керек. Ол енді астында шіріп, даттанып, мына жеміс ағашы өскеннен кейін, тамыр басқаннан кейін, тамыр арқылы өзі керегін ала береді. Енді оны кезінде жасамаған болсаңыз, енді әлде де кеш емес. Мынау енді жеміс ағаш болса, алма, алмұрт, жеміс ағаш болса, 30-40 сантиметрдей былай алшақтаудан тереңдігі 40-50 сантиметр тереңдікте шұңқыр қазып, әртүрлі темір қалдықтарын көміп тастасаңыз болады. Ол енді астында шіріп, даттанып, жеміс ағашы тамыр арқылы өзінің керегін алып, темір тапшылығына кішкене болса да көмектейді. Немесе мен мынандай жаңағы алма жеміс ағаштарының әр қайсысына осындай бір қазықтан қағып қойғанмын. Астында тереңдігі 60-70 сантиметрге дейін тереңдікте қағылған. Мына алмұрт ағашы, ана алмұрт ағашы, андағы алма ағашы барлығының астына бір қазықтан қағып қойғанмын. Енді жаңада айтқандай тереңдігі 60-70 сантиметр. Бұл да енді астындағы терең жердің астындағысы шіріп даттанып, мына жеміс ағаш тамыр арқылы өзіне кішкене де болса керегін алады. Бұл да енді темір тапшылығына аз да болса көмегі тиеді достар. Енді осындай қылып өздеріңіз бақшаларыңызда жасасаңыздар болады. Енді бұл темір тапшылығын алдын алудың тағы бір жолы бар. Енді сіздерге айта кетейін достар. Бұл енді мынау базардан мынандай хелат железа деген микроудобрение, яғни тыңайтқыш, осындайды сатып аласыңыз. Бұның енді құрамында 10-15%-ға дейін темір болады деп көрсетілген. Бұл да енді жеміс ағаштарына темір элементінің тапшылығына өте жақсы көмегі тиеді. Негізінен бұл жеміс ағаштардың жаңағыдай хлорозбен ауырып тұрған жеміс ағаштарға көмегі тиеді деген делінген. Сонымен бірге мына жеміс ағаштардың темір тапшылығына да өте үлкен пайдасы тиеді. Осыны жасап жеміс ағаштарыңызға құйсаңыз, бұл да темір тапшылығына өте үлкен пайдасы тиеді достар. Мен енді бұны қалай жасауды сіздерге көрсетіп жіберейін. Мынау енді осы бір пачканы 10 литр суға езіп жасаймыз. Енді бұның өзін әуелі бөлек жасап аламыз. Мәңкіде ысқылтымдау болу керек. Салқын су болмайды. Ысқылтымдау суда мына препараттың әсері өте жақсы болады. Ысқылтымдау суға бір пачканы салып езіп аламыз. Бір пачка негізінен 10 литр суға езіледі жалпы. Ысқылтымдау суды араластырдық жақсылап. Араластырып алдық. Мына 10 литр суда мінекей күннің көзінде тұрған жылылау су болған жақсы. Жаңағыдай қатты мұздай краннан жаңа алынған су болмаған жақсы. Күннің көзінде тұрған жылылау су жаңа дайындаған хелат железа тыңайтқышымызды осы 10 литр суға құямыз. Яғни бір пачканы 10 литр суға езіп жақсылап араластырамыз. Енді мына хелат железа удобрениеміз дайын. Енді бұны мына жеміс ағашымызға әуелі жаңағыдай шашатынмен жапырақтарына шашамыз. Жеміс ағаштың жапырағына шашамыз. Енді 2-3 литр кетуі мүмкін. Қалғанын астына құйып жібереміз. Әуелі жапырақтарына шашамыз. Енді 2-3 литр кетуі мүмкін. Жаңағыдай опискриватель шашатынмен қалғанын түбіне астына құйып жібереміз достар. Енді бұның астына құйған кездері міндетті түрде жеміс ағаш суғарылған болу керек. Сіз қандай витамин
астына қандай витамин жасап, қандай удобрение құйсаңыз да, бұның асты міндетті түрде суғарылған болу керек. Осындай суғарылғаннан кейін жаңа удобрениемізді беруіміз керек, жақсы әсері болу үшін. Егер сосын мына шашқан кездері міндетті түрде кешке қарай тынық ауа райында шашқан дұрыс болады. Неге дегенде, кешке қарай күндіз шашсаңыз тез кеуіп кетуі мүмкін, жел болып тұрған кезде шашсаңыз желмен түсіп қалуы мүмкін деген сияқты. Кешке қарай шашсаңыз таңға дейін жапырақтарында тұрады да, қанша көп тұрған сайын, жапырағында ұзақ тұрған сайын әсері де сонша жақсы болады достар. Осындай мінекей удобрениені осындай қылып берсеңіз, бұл да темір тапшылығына өте үлкен пайдасы тиеді. Жапырағына шашқан кезде кешкі уақытта шашасыңыз, тынық ауа райында астына құйған кезде мына жеміс ағаштың асты міндетті түрде суғарылған болуы керек достар. Осылай жасап қоя берсеңіз болады достар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар достар.